Әлеуметтік қызметкер. Соңғы кезде бұл мамандық иесі туралы жиі естиміз. Атына қарап көпшілікпен жұмыс жасайтын түсінуге болады. Бірақ нақты қандай іс атқарып жүр, міндеті не? Оны бірі білсе, енді бірі біле бермейді. Армысыздар, эфирде арнайы репортаж. Бүгінгі хабарымызда зейнетінен бейнеті көп жауапты іс атқарып жүрген маман иесі туралы айтамыз. Оппа! 9 жасар Айша 4 жылдан бері осы орталықтың тұрғыны. Тағдырдың тауқыметі шығар, туа бітті сал еткен. Мазасыз болып, жылай беретін болып, тынымсыз, ұйықтамайды түнде. Жылайды, сау адам сауырады. Бұл сияқты бұда неврология қосымша болғаннан кейін сөйтіп жылайды екен. Соны тісін бәрін емдеттік, жылатын жылы, тісін емдеткеннен кейін. Қазір шынымды айтайын, вообще жыламайды. Отырап, ойнап. Сосын келгенде вообще бутылка ұстамайтын болды. Бутылка вообще ұстап ем алмайды, өзіміз қолымызға ұстап. Қазір ол бутылканы қойып, қазір кәдімгідей стаканмен ішеді. Аузына апайлар құяды, стаканмен ішеді. Ана баласының әр қимылына, әр қадамына қуанады. Түбегейлі болмаса да, дертіне шипа болған орталықтың әр ісіне айтар аналық алғысы мол. Көптеген жетістіктеріміз бар. Бізге сол кішкентай жетістіктердің өзі бізге үлкен мүмкіндік. Ең бірінші Аллах тағалаға, одан екінші осы жайлау оңалту орталығының директорына алғысым шексіз. Бізге де үлкен мүмкіндіктер беріп жатыр баламызды. Сол келген кезде баламды қабылдап алды, мен сразу жұмысқа орналастырды. Осы жақта музыка маманы жұмыс жасаймын, музыка жетекшісі. Ерекше балалардың әр жеткен жетістігінде әлеуметтік қызметкердің еңбегі бар. Мөлдір Төлеуова осы салмағы ауыр мамандықтың иесі. Ол өзі де ерекше баланың анасы. Өте қиын, ол ата-ана өзінің басына түскен кезде ғана оны біледі. Өте қиын, бұл жерде неше түрлі, бір балада бірнеше диагноз бар. Мысалы, мен өз баламда, мысалға, екі құлағы естімейді, жаңағы неврологический да бар. Мысалға, басында айттым ғой, келгенде жүре алмады деп, оның өзі да, мысалға, ЭПР, ЗПР, бүкіл жағынан естіп. Бір баланың басында бірнеше диагноз бар. Қаладағы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында 145 адам еңбек етеді. Оның 116-сы әлеуметтік қызметкер. Социальные работники оказывают специальные социальные услуги в условиях на дому одиноким, престарелым, инвалидам 1-2 группы. Әлеуметтік қызмет алатындар қатарында жалғыз басты қарттар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі балалар мен жүйке ауруына шалдыққан науқастар бар. Үй тірлігінен бастап барлығына көмектеседі, дәрі-дәрмегін жеткізіп береді, емханаға апарады. Олар атқаратын істің ауқымы айтарлықтай кең. Тұрмыстық, педагогикалық, психологиялық, медициналық, еңбектік, құқықтық және мәдени. Айта берсең таусылар емес. Әр әлеуметтік қызметкердің жұмысы таңғы сағат 9-дан дәл осы кабинетте басталады. Олар өткен жұмыстарын қорытындылап, талқылайды, жаңа күнге тапсырмалады. Ал берілген мекенжай бойынша әлеуметтік қызмет көрсетуге аттанады. Әлеуметтік қызметкер атану үшін тек білім ғана емес, рухтың да биіктігі қажет болар. Өйткені жабыққанды жебеу, мұңайғанды тіреу екінің бірінің қолынан келер іс емес. Гүлнар Дуржанованың әр күні осылай ерекше жанмен кездесуден басталады. Міне 2 жылдан асты. Бұл қағида өзгерген емес. Баланың оқуынан бастап тұрмыстық, әлеуметтік жағдайын зерделейді. Маман иесінің қызметін ерекше жан-бағып отырған әр отбасы жоғары бағалары анық. Әділет кішкентайынан өзім қолымда, 1 жасында мамасы тастап кетті. Мамасы жоқ, әкесі бағатыр. Екінші мамасы да қарайды оны. Бұлай эпилепсиямен ауырады өзі. Нәтижесі сабақ жақсы оқытады, үйретеді, ойнатады, бәрін істейді. Әділет те апайына әбден үйренген, асыға күтеді. Жауапкершілігі мол Гүлнар оған өз баласындай қарайды. Тек қол көмек көрсету аз, оларға жүрекпен қарауға жетпейді. Сондықтан әр баланың жарымжан екенін сезіндірмей, толыққанды мейірімге бөлуге тырысады. Я к Адлету уже хожу 2-й год, у меня 6 детей, каждому ребенку по 2 часа.
Әділетпен жұмыс жасап жүргеніме 2 жыл болды. Қарауымда 6 бала бар. Әр қайсысына 2 сағаттан арнаймын. Әр қайсысының мінез құлқы әртүрлі болғандықтан жұмыс процесінде түрлі әдіс тәсіл қолданамын. Әділет ермексазбен жұмыс жасағанды жақсы көреді. Есте сақтау қабілеті өте жоғары. 500 мыңдай халқы бар Ақтөбе қаласында ерекше күтімді қажет ететін 12 мыңнан астам жан бар. 2025 жылдан бастап 1 қаңтар айынан әлеуметтік қызметтер порталы іске қосылды. Барлық товарлар, мүгедектер өз ЭЦП кілттерімен порталға кіріп, өз еркімен товарлардың бәрін алады. Секторге дейтін әртүрлі мүгедек жандар келеді. Әр мүгедекте өзінің проблемасы болады. Біреулер порталға да тіркеле алмайды, біреулер заттарын қабылдай алмайды. Сондықтан әрбір мүгедекте өз жағдайына байланысты әрбір адам өз подходпен жұмысын қарастырамыз. Әлеумет деп ат айтып тұрғандай, бұл мамандық иелері көпшілікпен жұмыс жасайды. Бағыты да сан салалы. Бірі өзіңіз көргендей ерекше баланың күтімімен айналысса, енді бірі жалғыз басты қарияларға қол ұшын созады. Жалғызілікті қарттардың өзіндік тағдыры, жазылмайтын жарасы, жанға батар жағдайы мен мұңы бар. Енді кей кезде болады қиындықтар, түсінбеушіліктер болады. Енді бұған сабыр керек. Алдымызды өзіміз, мен мысалға өзім алдымды өзім ойлаймын. Мен де осындай жасқа келем, менде де осындай жас болады, осы уақытта қалай мен сөйлесуім керек. Осы кісілерден тәжірибе аламын. Үй жинаймыз, дәріханаға барып дәрілерін әкеліп береміз, дүкендерге барып керек жарақ азық-түліктерін әкеліп береміз. Әрқашанда осы кісілерді тыңдаймыз. Бір мезетте педагог, дәрігер, заңгер, психологтың қызметінде атқарады. Қажет азық-түлігін әкеліп құжаттарын реттейді. Жүріп тұруы қиын, өзгенің көмегіне мұқтаж жандардың жағдайын жасау асқан шыдамдылық пен сабырлықты талап етеді. Я очень благодарна городской социальной помощи. Қалалық әлеуметтік көмек көрсету орталығының қызметкерлеріне алғысымыз шексіз. Алтын адамдар десем артық болмас. Еңбектеріне рахмет. Жақыныңнан көрмеген жақсылықты осы қызметкерлерден көрдім. Әбден бауыр басып қалдым. Белгілі тұрағы жоқ адамдарға арналған бейімдеу орталығы. Өмірден баз кешіп, жеке тұлғалық статусын жоғалтқан жандардың ортасы. 20 жылдан бері бұл орталықтан 400 мыңға жуық адам бейімделіп шықты. Қазір 62 адам тұрып жатыр. Райса Дармышеваның осында әлеуметтік қызмет көрсеткеніне биыл 19 жыл. Қаңғыбастық өмір салтын өзгерткісі келмейтін тұлғалар, үйі жоқ, күйі жоқ, құжаттары жоқ адамдар ғой енді бізге келетін. Енді олардың әлеуметтік мәртебесін қайта қалпына келтіру үшін осындай арнаулы әлеуметтік көмектер көрсетіледі біздің орталықта. Алматының баурайында туып өскен Алмас Ысқақов тағдырдың айдауымен Ақтөбеге келген. Бір кездері отбасылы болды. Орталыққа түскендегі жағдайын есіне де алғысы келмейді. Бірақ қазір осындағы әлеуметтік қызметкерлердің арқасында беті бері қараған. Осы адасында келгене бет сатшы болып қалды. Осы документтерімді жастан істемей қойды ақырында. Сосын бұрын білмейтін маңа. Үлкен газетте оқыдым. Шынында бар екен адатасы. Сосын келдім, содан бері осындамын. Адамгершілігі мол, мейірімді адам болмаса, екінің бірі бұл жұмысқа шыдамайды. Татьяна Борисовна саяжай аумағында тұратын көп балалы ананың өтініші бойынша үйіне құжат қабылдауға келе жатыр. Аялдамадан түсіп, 3 шақырымдай жаяулатып, керек мекенжайды іздеді. Сұрастырып жүріп тапты. Көп балалы ананың құжатын қабылдады. Жұмыс кестесі мұнымен ғана шектелмейді. Кешке дейін баратын бірнеше мекенжайы бар. Люди разные, характер людей разный, работать с людьми, надо привыкать, приспосабливаться где-то, да, где-то. Адамдар әртүрлі ғой, жұмыс болған соң түрлі жағдайлар кездеседі. Бәріне түсіністікпен қарауға тырысамын, өзіме қызметім ұнайды. Сондықтан әр адамның тілін табуға тырысамын. Әлеуметтік жәрдемақыдан үміттілер көп. Биыл алғашқы 3 айда үкімет берген көмекті 4 мыңға жуық ақтөбелік алды. Қазірдің өзінде 900-дей ана құжат тапсырған. Қазіргі таңда атаулы әлеуметтік көмек бойынша бізде 922 өтініш келіп түсті.
олардың барлығы жан жақты қаралып, дәлелді себептермен 119 адамға қазіргі түнде бас тартылды, өз өтініштері кері қайтарылды. Сонымен қатар қалған 702 өтінішке біздің таңда қазіргі қабылдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы орайда өзгеге қол жаймай өз жайын реттеп отырған көп балалы аналардың ісі көпке үлгі екенін де айтуды жөн көрдім. Бір ғана мысал. Кішкене қиындықтар болды, енді болмайды емес, әр адам басында болады ғой. Айспы алдым. Сол айспы ол кезде 21 мыңнан болды ғой балалар, әр баланың басында. Сол айспыны мен өз балдарыма жараттым. Кейін мен осы жаңағы бизнес бастаған кезде жаңағы не істедім? Ойландым да, біз үйде екеумізде отырып қалдық қыста. Не біз деген жұмыс жасамасқа деп январда мен жолдасымды неге тарттым жаңағы жұмысқа. Сүтті де, қаймақты да, айранды да біз өзіміз жасаймыз. Ұсыныс бар. Айспы алып отқан аналар егер өзінің жұмысын бастағысы келсе, оларға автоматты түрде беріледі екен. Егер жұмыс жасаймын деген адамға тек алға. Біз міндеті мен мақсатын айқындаған маман иесінің қызметі негізінен қазаққа таңсық емес. Бала кезінен мейірімді, қайырымды бол, жақсылық жаса, үлкенге ізет, кішіге қамқор бол деген сөздерді жиі естіп бойына сіңіріп өскен адамның әрбіреуі дәл осындай болу керек шығар.